Қайырлы күн. Бүгін осылай езілмей, жыртылмай пісетін өте дәмді манты дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, подписацияны басып тіркеліп отырыңыздар. Ең алдымен біз ұнымызға тұзымызды саламыз. Араластырып аламыз. Салқын суымызды құйып, бір келкі етіп илеп кетпейміз. Осылай ұнымыздың барлық бөлігіне таратуымыз керек. Сондықтан қолымызбен осылай үйкелейміз. Енді ұнымызды бір-біріне біріктіріп илейміз. Ұнның майда түйіршіктері қалып қалмау керек. Ұнды кемінде 10 минуттай илеуіміз керек. Осылай жақсылап илеп аламыз. Ұнның түйіршіктері қалып қоймау керек. Бар күшімізді салып илейміз. Осылай қамырымызды 10 минутта илейміз. Бұл қамырымыз езілмей, жыртылмай пісу үшін. Қамырымыздың қатты болып иленуі өте маңызды. Қамырымызды 20 минутқа қоямыз. Оған дейін фаршымызды дайындаймыз. Сұйық май құйдым, 2 ас қасық. Салқын суымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қамырымыз 20 минутта демалды. Жақсылап жотырықтап илеп аламыз. Видеода көрсетілгендей конвертик ұқсатып илеңіздер, әбден қану керек. Енді қамырларымызды бөліктерге бөліп аламыз. Осылай домалақтап алып қоямыз. Бір бөлігін алып қалдым. Қалғанын пакетикке салып қойдым. Бұл жақта менде әр бөлігі 14-15 граммнан шықты.
видеода көрсетілгендей жасаңыздар, онда көбірек себіңіздер. Өйткені қазір жабысып қалуы мүмкін. Осылай қамырымызды домалақтап илеп аламыз. Міне мантыларымызды осылай видеода көрсетілгендей өріп бастаймыз. Өру өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Барлығын өріп болдым. Мантының сұйықмай жағып аламыз. Міне біздің мантымыз дайын болды. Қараңыздар, жылтырап өте әдемі болды. Енді дәмін айта алмаймын. Өте керемет болып шықты. Достарыңызбен бөлісіңіздер, комментарий, лайк басыңыздар, ас болсын.